Сәлем достар, мен Әл-Фараби атындағы Ұқсас районының тозма үйірмесінің жетекшімін. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты үй жағдайында тозма үйірмесін жүргіземіз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тозмақ тактикасын, оның ішіндегі комбинация 5 құмалақтан 2 құмалақ алу тәсілін үйренеміз бүгін. Қазір осы тақтадағы жағдайды қағаз бетіне түсірдім. Қарасақ, қарсыласта 2 құмалақ, 9 отауда 2 құмалақ, 8-де 2 құмалақ, 7-де отауда 1 құмалақ, 6 отауда жоқ, тұздық X пен белгілейміз. Қалған отауда жоқ деп есептеледі. Енді қазанында 72 құмалақ. Енді бастаушыда 9-шы отауда 2 құмалақ, 8-ші отауда 2 құмалақ, 7-ші отауда 1 құмалақ. Енді 6-ші отауда тұздық, қалған отауда жоқ есептеледі. Қазанында 80. Burada жеңіске жету үшін бізге 82 құмалақ кім бірінші жетеді, сол жеңіске жетеді. Енді burada қарасақ, бастаушы бастады, 8 отауда 9 отауға жүрді. Қарсыластан 8 отауда 9 отауға жүрді. Бастаушы 8 отауда 9 отауға жүрді. 8 отаудан 9 отауға қостаушы жүрді. 7 отаудан 8 отауға бастаушы жүрді. Қостаушы 7-ден 8 отауға жүрді. Бастаушы 8-ден 9 отауға жүрді. Қостаушы 8-ден 9 отауға жүрді. Енді burada бастаушының несі амал жоғы, енді 9-дағы отаудағы құмалақтарды жүреді. Енді burada қостаушының жақсы несі burada жүрісі 1-де 2-ге жүреді. Енді burada амал жоқ, бастаушының жалғыз ғана жүрісі қалды, burada 9-ды жүреді. Соңғы ходмен қостаушы жеңіске жетеді. Burada уже қалмаған кейін бастаушыда қостаушыға қалған құмалақтан түсіп жеңіске жетеді. Енді burada бастаушының дұрыс амал қолданбаған арқасында жеңіске жетті. Енді burada неге осы комбинацияға тоқталып отқан себебіміз, осы комбинация арқылы бастаушы жеңіске жету керек. Енді ол көрсете бастайды енді. Енді 7-ші отаудан 8-ші отауға жүреміз. Енді ол кезде қостаушыдан 8-ден 9-ға жүреді. Енді осы жерде қатты тоқталып кетейік. Burada 9-ші отауда құмалақты да жүруге болады. Неге? Қараңыздар, түсіндірейік. 9-ші отауда құмалақ жүрген жағдайда қостаушы алып кете алады. Сол кезде бастаушы басқа жағдай жоқ, жей аламайды. Қашады, жүреді. Мұнда соңғы қотында бұлай жүреді и бұлай жүреді. Жүрген кезде қайтадан жеңіске ұшырайды. Сол себептен burada тоқтаған себебіміз бұл жолда. Міне қараңыздар достар, 7-ні жүреміз, 8-ді жүреміз. Одан осы жағдайда тоқталған себебі 9 жүріп жеңіске ұшырадық қой. Burada 8-ді жүруіміз керек. 8-ші отаудағы сол кезде қостаушы 1-дегі құмалақты жүре алмайды. Неге? Жүрген жағдайда 9-ші отау 2-ні жеп қояды. Сол себептен қостаушы амал жоқ 8-ді жүреді. Енді burada бастаушының 1-дің жүргенін күтуге болмайды. Сол себептен бұл 9-дағы отауын жүреді. Одан кейін қостаушыда жүреді. Ол бастаушының жүрісі 8-і. Одан қостаушыда. Осы қараңыздар. Енді осы жағдайда ол комбинациямыз несі аяқталады осы жағдайда. 1-ді жүрді. Ол амал жоқ. Burada уже қостаушы қашады. И соңғы жүрісі бастаушының жеңісі. Осы 2 құмалақ. Рахмет достар, тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.